Ассалаумағалейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Осы мен таң қалатын нәрсе осы Калифорниядағы ағаштарына. Сондай әдемі, қараңызшы, мүсін сияқты. Бүкіл қандай ағашы болсын, барлық ағаштар әп-әдемі. Міне мысалы мына ағашты қараңызшы, қандай қалың көктері. Мысалы мына ағаш. Ақпан айы болса да міне гүлдеп жатыр. Яғни мына жақта көктем басталды деген сөз. Мінекей осындай әдемі ағаштар өте көп. Гүлдеген түрін көрдіңіздер ма? Кейбір ағаштар бар ғой, тюльпан бар ғой. Осы гүлдердің орнына тюльпанды қойыңыз, бір сондай әдемі ағаштар бар. Бірақ сирек кездеседі, бірақ бір күні көрсем түсіремін сіздерге. Сондай әдемі. Міне көрдіңіздер ма? Ағаштары ғажап бір. Ал енді Лос-Анджелестің ерекше көрінетін көрінісінің бір көзге көрінер бөлігі осы пальма ағаштары ғой. Осы әр жерде осыларды егіп тастаған. Негізі Калифорнияда табиғи түрде бұлар өспейді. Басқа жақтан өсіріп, қондырып осында ары қарай өсіреді екен. Бірақ табиғи өсетін жер емес Калифорнияда осы пальмалар. Қараңызшы ағаштарды. Мүсін сияқты бар ғой. Әсіресе мына ағаштың өзін қарасаңыз, әдейілеп мүсіндеп қойған сияқты ғой. Әп-әдемі, тап-таза жаңағы. Не деген ағаш деймін да, қараңызшы. Әп-әдемі. Енді мына ағаштарды көрдіңіз ғой, бұл жарайды. Таң қалдыратын нәрсе емес, пальманы көріп жүрсіздер ғой, бірақ басқа мынандай біз көрмеген ағаштар өте көп там жақта. Калифорнияның шыршасы мұны. Бұлар да өздерінше әдемі. Көрдіңіздер ма? Үлкен, жайнап жаңағыдай. Әрдайым көппен-көк болып тұрады. Негізі әр көшеде бұндай ағаштарды көре бермейсіз. Мына бергі жағындағы шыршаның қараңыз, түрі басқа. Көрдіңіз ба? Мынаның түрі басқа екіншісінің. Әр жерде бұндай ағаштар өсе бермейді. Арнайы бір көшелері бар. Яғни осындай үлкен ағаштарды көретін болсаңыз, яғни бұл көше жаңадан салынған көше емес, сол 70, 60, 70 солдай жыл бұрын салынған көшелер ғой деймін онда. Сөйтіп танимын әйтеуір. Жаңа көше емес екен. Бір жаңа көшелерді көретін болсаңыз, ағаштар кішкентай. Мысалы біз Санта-Кларитада тұрдық қой, ағаштар кішкентай бұрын. Көп болса бір 10 жасар ағаштар ғой. Осындай бір ағаштар бар, шыршаға ұқсайды. Көрдіңіздер ме? Ол да бір әдемі ағаштан, мысалы. Міне, ұшы шығып тұр ғой, үшкір. Шыршаға ұқсайды, сол шыршаның туысқаны ғой. Сондай әдемі. Сол үйлердің қасына соны егіп тастайды. Көп қалыпшы міне. Көрдіңіздер ме? Әрбір үйдің қасында болады осындай ағаштар. Одан кейін байқадыңыздар ма? Мысалы үшін үйді қоршаған кезде көбінесе ағаштармен, көрдіңіз ме? Шарбақты жаңағыдай ағаштармен жасайды. Тірі ағашты егіп тастайды қатарынан, сол кәдімгідей табиғи бөгет болып қалады. Мысалы үшін әркім кіре бермесін деп егеді ғой бұның бәрін. Мына ағаштарын көрдіңіз бе, қандай үлкен барлығы. Керемет. Мінекей әртүрлі ағаштар, мынандай ағаш бар міне. Мына қарасаңызшы. Мынандай ағаш міне. Әртүрлі де барлығы бірдей емес. Мынандай ағашты көріңіздер мінекей. Мінекей. Мынау да бір өзінше ағаш, көрдіңіз бе? Жақындатайын. Жапырақтары қызықта, көрдіңіздер ме? Қараңыз, мына ағаштың түрі қандай. Аппақ. Білмеймін, жапырақтар неге түсіп қалған білмеймін, бірақ түрі осындай әп-әдемі де. Енді қараңыз, мына ағашты қараңыз, ол да бір бөлек бір түрі, ағаштың бір түрі. Қазір сарғайып, бұларға күз болып жатқан сияқты, бірақ негізі басқа ағаштар гүлдеп жатыр.
Көрдіңіз бе қандай қалың мысалы үшін. Көгі да. Мінекей қарасаңшы ағаштың үлкендігін. Көрдіңіз бе? Несін қарасаңшы ағаштың өзін. Мүсін сияқты. Қандай әдемі, е? Мына ағашты қараңыз мысалы. Мына ағашты қараңыз, сексеуіл сияқты. Мына ағашты білесіз, бұл пальма. Оған таң қалмайсыз. Негізі пальманың түрі бар. Мына біреусі әдемі екен. Мынау да пальма. Басында осындай болады ау деймін. Кейін өседі. Міне, көрдіңіз бе, мына ағаштардың гүлдеген қандай әдемі. Мына жасыл ағашты қараңыз, жасыл. Мысалы, мына ағашты қараңыз. Үлкен. Жайылып тұрға қарасаңыз. Одан кейінгі тағы бір ағаш, басқа түрі көрдіңіз бе? Ол үлкен. Оң жақтағы ағаштарды көрдіңіз бе? Қандай әдемі.